жоқ, газы керек қой халыққа негізі. Мына экологияның бәрін бұзады ғой, печное отопление. Чем завознойдан гөрі келіп тұрған газ жақсы ғой. Жер үйлерге жақсы болар еді деймін де. Газ келген әрине дұрыс, газ келсе қандай халықтың біраз еңсесі көтеріліп. Көмірде мысалы аламыз, ол біресе жақсы, біресе жаман көмір. Қайта көмір құдайым-ау. Көпшілік көптен бері күткен көгілдір отын. Бас қалаға жақындап қалып еді, бірақ қосылуы тағы бір жылға шегерілді. Оған айыпты кім? Түтінге тұншыққан халықтың денсаулығы үшін қай шенді шенеунік жауап береді? Бүгін тікелей эфирде ашық алаңда айтайық, сіз көріңіз. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Нартай Аралбайұлы. Құмының құны құймалтынан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң қоғамдық саяси ток-шоуы. Бүгінгі біздің тақырып көпшілік көптен бері күткен көгілдір отын неге әлі жетпей жатыр, уәде етілген уақыттан кешігіп жатыр деген мәселе ғой енді. Бұл туралы мінекей Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты. Қыс кезінде Астананың көрінісі қандай екенін жақсы білесіздер. Қаланы түтін басады. Ең алдымен тұрғындар алдында ыңғайсыз. Қалада үнемі тұратын шетелдік жұмысшылар мен дипломатиялық корпус алдында да ыңғайсыз жағдайға қалып отырмыз. Осындай проблемалар бола тұра, өзімізді халықаралық хаб, жаһандық қала, Еуразия жүрегі деп көрсетеміз. Сөзіміз ісімізбен үйлеспейді. Бұл дұрыс емес. Аз сөйлеп, көп іс тындыру керек деді. 90 сөз тобықтай түйсек, арық сөйлеп, семіз шығу керек деді. Бұл дәл осы салаға жауапты азаматшылардың барлығына қарата айтылған үлкен сын десек болады. Өйткені президент қарапайым халықтың қамын жасау керек, олар тұншықпау керек, елге, халыққа отын қолжетімді болу керек деп тұр. Енді Зияш мырза, дәл осы сынға қалатындай не шаруа болды? Неге биыл қосып үлгермейміз көгілдір отынды? Рахмет. Біріншіден Астананы газдандырудың ең үлкен мәселесі Астанаға газ алып келу керек. Газ өздеріңізге белгілі біздің батыс өңірлерде өндіріледі. Сол мақсатта ел басшысының тапсырмасы бойынша Сарыарқа магистралдық газ құбыры салынды. Дәл қазіргі уақытта сол берілген тапсырма осы жылдың аяғына дейін сол құрылысты магистралды газ құбырын уақытында осы жылдың аяғына дейін бітіру керек пе? Сондай тапсырма болатын. Қазіргі уақытта құрылыс жұмысы аяқталуда. 1061 километр құбыр түгел дәнекерленіп бітті. Ол арнайы сынақтан өтті. Біріншіден, екіншіден, осы газ құбыры өтетін елді мекендер бойынша 5 газ тарату станциялары көзделген. Ол 5 газ тарату станцияларда толығымен салынып болды. Олар енді арнайы реттеу және іске қосу жұмыстары жүріп жатыр. Екіншіден, өздеріңізге белгілі газ құбыры салынып, арнайы гидравликалық сынақтан өткеннен кейін ішінара диагностика жұмыстары жүргізілу керек. Заң талабы. Бұл жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни 31-ші осы айдың жылына дейін, осы айдың аяғына дейін, яғни жыл аяғына дейін газ үлкен құбыр іске қосылуға дайын. Бірақ уақытынан кешігіп тұр, дұрыс қой? Жоқ, үлкен құбыр уақытынан кешілген. Елге қашан жетеді халыққа? Елге мысал үшін қазір Астанаға газ осы жылдың аяғына дейін келеді. Қаланың жаңағы автоматтандырған газ тарату станциясына келіп келеді. Қараңыздар, қазіргі таңда елімізде газы жоқ 4 облыс бар екен, е? Қарағанды облысы, Ақмола, Павлодар, Солтүстік Қазақстан аймақтары еді. Көптен бері көгілдір отынды күтті, алыстан күтті, мінекей келіп жетті деп қуанып жатыр. Бірақ енді қарапайым халыққа осы елордадағы елге нақты қашан жететінін өзіңіз айта кетесіз бе? Дәл осы сала жауаптысыз ғой енді бас қалада. Рахмет. Сарыарқа газ магистралі деп жатырмыз ғой, жетіп жатқан, соған жалпы құны жобаға 267 миллиард теңге бөлінгенде біз елге, халыққа ескерте кетейік, көгілдір отынның құны ғой енді. Жақсы, қашан келеді? Ел қашан тұтынады мұны? Ал енді бұны жаңа жерде біз бірінші үш кезеңге бөлдік қой. Бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезеңде. Бірінші кезеңге толық 20 миллиард ақша көлемі бөлінген. Биыл жұмыс қарқыны осы жылы қыркүйек айынан басталды. Және келесі жылдың айына дейін бітіреміз деп пландап отырмыз. Бұл енді біріншіден мынау Көктал 1, Көктал 2, және жаңағы Көктал 1, Көктал 2 агрогородок,
және железнодорожный ықшам ауданы мен юго-восток ықшам ауданына бұның бәрін келесі бұл аудандарға 21 жылдың аяғына дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Енді кешігіме жаңағы сөйлеп отқан сөздеріңізге қарай, біз жұмысты мынау конкурстық процедуралар жылдың басында басталған, бірақ кішкене бір сонда заңның сонда нелеріне байланысты 5 айдай кішкене кешігіп келе жатырмыз. Себебі жаңа жерде бір белгіленген мердігер компания, келесі мердігер компания сотқа беріп, соттасып, дауласып, бұлар жаңағы район сотын, қалалық сотты... Не бөлісе алмай жүр олар? Не бөлісе алмай жүр? Енді жаңағы біз саламыз деп 3-4 сондай мердігер компаниялармен бірімен соттасып, заңға ол қайшы емес, заң түрінде бір-бірімен соттасып, бір-бірлерін обжаловать етіп, сонымен бір 4-5 айға кішкене уақыт созылып кетті. Енді бұлай сол 4-5 ай қазіргі күнде біз негізі сіздердің тараптарыңыздан сол бір-бірін сотқа беріп, улап-шулап, халықты газсыз қалдырып жатқандарға қатысты шаралар қабылданды ма, қандай да бір? Біз оған қандай шараға қабылданамыз? Ол деген заң бойынша олар бір-біріне шағымдану керек. Бұл деген бір екі мердігер компания. Олар бір мердігер компанияны жаңа конкурс бойынша бір мердігер компания жеңіс болып тағайындалды. Келесі мердігер компания онымен келіспей сотқа шағымданды. Жұмыс сонымен тоқтап тұрды? Жұмыс тоқтап тұрған жоқ, жұмыс басталмады. Жұмыс тоқтап тұрған жоқ, жұмыс басталмады. Тоқтап тұрса да қуанатын болдық қой, басталды ғой шүкір деп. Жеке секторға басталмай жатыр ғой әлі. Сол басталмай жатыр. Енді қыркүйек айынан жұмыс істеген үш мердігер компания. Шүкір 5 ай дейік, 1 жыл, 2 жыл олар соттасқанда тағы жататын еді құдай ау. Солай болады. Бұл біздегі мынау бюрократиялық дүниенің де зардабы емес пе, Қуандық мырза? Енді ол әбден мүмкін. Өйткені жариялады, кесіп айтуға болады ғой. Әрине, қарапайым халық неге жапа шегу керек бұдан? Мәселе осыда болып тұр. Ол өйткені енді шаруашылық дау ғой бұл. Шаруашылықта дауға енді ол шынында конкурсқа түскеннен кейін біреуі жеңеді, екінші жеңіледі. Енді бұл қалыпты жағдай деп есептеуге болады. Бірақ дегенмен қалай болғанда да бұл жалпы мына елдің астанасына газдың келуі бұл үлкен жетістік, үлкен прогресс. Өйткені себебі қазіргі күні мынау қыста әсіресе жел соқпаған кезде, сондай тынық кездерде Астанада демалу қиын болып кетеді. Әсіресе қыс уақытында, ақпан айы мен қаңтар айларында жел соқпаған кезде бәрі түтін шөгіп қалады. Адамдардың жаңағы үйіне тіпті терезе жабық тұрғанның өзінде көмірдің түтіні кіріп кетеді. Ал бұдан құтылудың жолы сол енді газдандыру мәселесі. Ал бұл енді үлкен жауапты әрине, бұл Астана қаласы болсын, жаңағы басқа да оны жауаптанған министрліктер болсын, енді бұл салада әжептәуір енді жақындақ болған болса іс бар екен. Дегенмен әлде болса бұған енді бақылау қою, сол істі сапалы жүргізу жағын енді қарастырады ғой деп өттірміз. Мысалы, бір сұрақ қойын сізге. Мен жалпы газдандыру жөніндегі мәселемен танысып отырсам, 19 бен 23 жылдың арасында қаржының мүмкіншілігіне қарай деген сөйлеммен жазылыпты. Мәссаған. Міне, енді бір мәселе бар. Кез келген қаланың, аймақтың басшысы, ол өте бір білімдар, шетелде оқып келген кісі болуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, ол өте шаруагер, шаруаға білек сыбанған, өз ісінен де ана істі жоғары қоятын адам болу керек деп ойлаймын. Жаңалде мұна кісі айтып отыр ғой. Сынсадан кімге бағыттап тұрсыз? Бұны айтайын сізге. Мысалы, осы мәселенің барлығы табанына тас қойып, кімнің жеңіске жететінін, біреудің көзі жүзі жақсы деп оған қарамай, өйткені burada шаруа тез біту керек оперативні. Мысалы, жылдың басында Сарыарқаға бөлінген пәленбай миллиардтың барлығы Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Астана газ жолы басталды ғой 1000 километр. Соның алдында бұл осы қаланың ішіне тартатын жаңалды Көктал 1, Көктал 2, Юго-Восток, осылардың бәрінің ақшасы шешіліп, шаруа кірісіп, табанына сөйтіп отыру керек еді. Ондай болған жоқ. Бұл нені білдіреді? Шаруаға олақ деп кімді айыптап тұрсыз енді? Мен шаруаға олақ дегенде осы салаға жауап беретін тікелей бар ғой. Ол тек ұйымдастырушылар. Себеп айтайын. Мысалы, мен Алматы қаласын аралап жүрген кезде, Алматының мысалы үлкен қарт кісілер айтады, түнімен біз ұйықтап жатамыз дейді. Таңертең тұрсақ, Алматы тап-таза болып тұрады дейді. Сол сияқты Астананың халқы да түнімен ұйықтап жатқанда, таңертең тұрғанда көше таза болып тұрған сияқты, шаруа да солай болу керек деп ойлаймын. Кімдердің айыпты екенін анықтап атап кеттіңіз ғой, енді нақты қай өңірлерге қашан келетін туралы арнайы бейнематериал көрейік, сосын жауап бересіз. Кеттік. Нұрсұлтан қаласында қай ауданға қашан келеді? Қане.
Елордаға газ толықтай тартылу үшін 5 жылға жуық уақыт кетеді деп жоспарланған. Атап айтсақ, Нұр-Сұлтан қаласына көгілдір отын 3 кезеңмен беріледі. Ең алдымен 2021-2022 жылдары қаладағы жылу электр станциясы мен Көктал 1, Көктал 2 оңтүстік шығыс тұрғын алаптарына жеткізілмек. Одан кейін 2023-2024 жылы Мичурино, Интернациональный, Күйгенжар, Тельман, Пригородный, Гарден Виллидж, Фэмили Виллиджға тартылады. Жобаның 3-ші кезеңі Шұбар, Өндіріс, Илинка тұрғын алаптары тұр. Нұр-Сұлтанға көгілдір отын Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау бағыттары арқылы жеткізілмек. Құбыр 171 ауыл арқылы жетеді. Соның нәтижесінде 10 жылдан кейін шамамен 2,7 миллион қазақстандық үйін газ отынменен жылытатын болады. Енді ойды айтып қалдым ғой. Біз Астана қаласын айтқан кезде тек бір ғана Астананы айта беруге болмайды газбен. Қазақстанның жәнде 5 облысында газ жоқ, қалған жерде бар дедік қой. Мен бір тағы газбен танысып отырсам, Ақжайықтың жігіттеріне, Атыраудың әкімшілігіне, азаматтарына бір өткенде риза болдым, өткен жылы. Мен бір экспедициямен Нарын, Тайсойған, құмдарын аралап жүргенімде, Тайсойғанның етегінде атақты ұлы жазушы Зейнолла Қабдоловтың туған жері бар екен, ауыл. 3-4 үй тұрған. Сол ауылға да газ тартылыпты ғой. Мысалы, бұл нені білдіреді? Значит, қалауын тапса қар жанады, қашықтыққа қарамай көгілдір отынды лаулатып қояды, егер керемет болып жатса. Дұрыс па? Жақсы. Енді жаңа Нұр-Сұлтан қаласы өкілі айтты ғой, бізге осы 5 ай кешіктік, ол енді бір заңнамалық қандай да бір-бірін соттасты, өзге кедергілер болды деді ғой. Осы тұрғыда қазір Қарағанды облысына газ келді. Дұрыс, тартылатын тартылды, жетті. Енді бұл жерде мынадай бір мәселе болып тұр. Қараңыздар, Қарағанды облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысының сөзі бар, қанекей көрсетсек болады, құрметті режиссерлар. Мінекейіңіз, алайда дейді, мемлекеттік сараптама қызметі техникалық, экономикалық негіздемені талап етіп отыр. Ол құжаттың қажеті шамалы, бірақ дәл соның салдарынан Қарағанды облысын газдандыру шаралары тежелетін сыңайы бар. Себебі әрбір елді мекенге техникалық, экономикалық негіздеме жасау қажет. Ал ол жұмысқа кемінде 1 жыл уақыт кетеді. Сосын жобалық сметалық құжаттарға тағы 1 жылдай керек. Сөйтіп 2 жыл уақыт текке кетейін деп тұр дейді. Зияшын мырза, мұны реттедіңіздер ме, қалай бұл? Біріншіден, біздің жаңағы елімізді түгел газдандырудың бас схемасы бар. Бас схемада ол мына қазіргі қараластырылып жатқан өңір, басқа да өңірлер түгел қосылған. Сондықтан біздің естуімше арнайы техника экономикалық негіздеме жасап бөлек қажеті жоқ. Әр өңірдің өздерінің жаңағы газдандыру схемалары бар. Соның негізінде өкіметтің бекіткен елімізді газдандырудың 30 жылға дейін арналған бас схемасы немесе бағдарламасы бар. Соның негізінде осындай арнайы сынаптан өту керек. Жақсы. Енді бұл мәселені Ұлантай мырза мәжілісте де көтерген еді. Сондықтан ол жалпымен емес, жеке облыстардан да дәл осы құжаттарды талап етіп отырғаны. Мынау тұрған мемлекеттік сараптама бар ғой. Қазақстан Республикасынан басқа тыс көрші Өзбекстан, Қырғызстанда қызмет етпейді ғой. Сол Қарағандыда қызмет етеді. Неге осылардың барлығын соладағы аймақ, тиісті нәрселер неге үйлестіріп отырмайды? Мәселенің қаншалықты керектігін, халыққа, әлеуметке жақындығын неге осы мәселені алдырмайды? Мені осы арада сұрақ бар. Жаңада айтып өттім. Сұрақ бар. Газдандырудың бас схемасы бар. Онда әр ауыл, әр елді мекен Зияш мырза, біз оны түсініп отырмыз, бірақ әр облыстанда талап етіп отырғанның куәсі болып отыр мына сөзден кейін. Оны айту керек, барлығы бір схемаға бағынды деудің өзі қазір ақылға томпақтау дүние болып кетейін деп тұр. Енді Қарағанды облысы энергетика басқармасы басшысының міндетін атқарушы Данияр мырза бізбен қазір тікелей эфирде байланысты екен, Skype арқылы. Данияр мырза, бізді естіп тұрсыз ба? Саламатсыз ба, естіп тұрмын. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Енді жаңағы сіздердегі мәселе мынау техникалық құжаттар бұл жерде талқыланып жатыр. 2 жылға тіпті газды қосу, халыққа жеткізу шегерілуі мүмкін дейді. Осы мәселе шешілді ме? Ол мәселе шешілді. Біз энергетика министрлігінен, инфрақұрылымдық министрлігінен заңды түрде жауап алдық. Жаңаға айтып отырылғандай бас схемасы бар Қазақстан Республикасының газдандыру, сол схема арқылы техника-экономикалық негіздемені әзірлеу қажеттігі жоқ. Бұл сұрақ бойынша біз жауапты алдық. Бұған дейін білмедіңіздер ме, мәжіліске дейін көтердіңіздер ғой енді? Енді ол заң ретінде айтып отыратын нәрсе,
Қашан қосылады қарапайым халық игілігін пайдаланады қашан көгілдір отыннан? Сметасы да керек па, керек жоқ па? Біз келесі жылы Ау? жалпы халыққа дейін келесі жылға жобаланып отыр. Энергетика басқармасы басшысының міндетін атқарушы. Облыстағы ма? Иә, облыстық. Жақсы енді. Сапарбай мырза, құжат жөнінде сұрағым келіп тұр. Мінекей, бұл кісілер мәселені көтерді, мәжіліске дейін жеткізді. Одан кейін барып мінекей министрлікке хат жолдап, соның жауабын алып, қазір мәселені шеше қойдық дейді. Ертең өзге де өңірлерге осы көгілдір отын жеткізетін кезде дәл осы мәселен қайтадан шықпаса кім кепіл? Кез келген үлкен бір инвестициялық жобаның техникалық экономикалық негіздемесіз басталмайды. Сондықтан бұл нәрсені мәселен мынандай бір техникалық шешім ретінде біз әкеле жатырмыз ба? Әрбір аймақ, әрбір аудан, әрбір ауыл техникалық экономикалық негіздемені істеп, оны сараптамадан өткізіп, содан кейін ғана ол жерге жұмыс басталынады. Сондықтан мен қазір таңданып тұрмын, қалайша ол керек емес деген нәрсе. Реті бар, бірақ тағы да қайталап айтайын. Қандай бизнесмен ол техникалық экономикасы негізсіз өз жерге жұмысқа барады ол? Біріншіден дұрыстап қараңыз. Енді газ жүргізу, газдандыру деген не? Бұлай техникалық, технологиялық құрылыс тұрғысынан қарағанда бір өте бұлай өте түсіндік қой, ол күрделі мәселе. Мен мынандай айтайын. Біріншіден, егерде бұлай ашық техникалық негіздеме болмаса, мәселен мен бір Қарағандының ма Жезқазған әкімі болсам, ауылда бір үйім болса, соған турбаны тартқызып кете беремін. Жаңа айтып отыр ғой, бір ауылға 3 үйге турба тартып кеп. Бұл ешқандай бір болмағыр нәрсе. Ертең сол әкімдер өзінің ауылына, өзінің үйіне жаңағы газ тартып алады. Егерде осындай сараптама болмаса, ал сараптама болу керек. Мәселен, ауылда кемінде 1000 үй болса, одан азырағына жаңағы бір 10 000 километрге турба тартудың қажеті жоқ. Жақсы. Сондай нәрсе бар. Я, енді қараңыздар. Мына бір сіз айттыңыз ғой, енді қаржының көлеміне қарай деген бір сөйлемді оқып қалдым деп. Тағы бір қызық дүние бізге пайда болды. Қараңыздар, экология, геология және табиғи ресурстар министрінің сөзімізге берсеңіздер, құрметті әріптестер, қанеке көрсете қояйық. Мағзұм мырзаның ол кісі былай дейді: су жылыту және электр энергиясын өндірумен айналысады дейді, жылу электр орталықтары. Егер электр энергиясын өндіруге қолданылатын жабдық газға айналдырылса, онда электр энергиясының құны едәуір артады. Сондықтан тұрғындарға экономикалық тұрғыдан зиян тигізбеу үшін тек ыстық су қазандықтары ғана газға ауыстырылады дейді. Демегенде жылу берілмей ме, қалай болайын деп тұр бұл мәселе? Бұл енді мәселеде бізде мен жаңа алдында айтып кеттіңіз ғой, бірінші мен екінші бізде мына не бар ғой, жылу станциялар. Бірінші ТЭЦ-1 мен ТЭЦ-2 дейді. Бұл жерлерде жаңа жерде бізде қалада жылу беретін бұл ТЭЦ-1 70% жылуын 60% жылуын беретін ТЭЦ-1 және ТЭЦ-2 30% мөлшер жылуды беретін, қалған 40%-ын беретін жаңағы ТЭЦ-2. ТЭЦ-2 электр негізі, енді былай айтқан кезде ТЭЦ-2 жылу аз береді, бірақ электр қуатын көп береді. ТЭЦ-1 тек қана 90% жылуды ғана береді, электр қуатын ол тек қана өзінің нелеріне береді. Сондықтан бізде мынау жоба бойынша 2 ТЭЦ-ді біз газдандырған кезде тек қана жаңа министр мырза айтып кеткендей, тек қана жылыту қазандықтар ғана ауысады. Ал электр жүйесін нететін қазандықтар, олар көмірмен ары қарай жұмыс істейді. Демек, көмір тұтына береді. Көмір тұтына береді. Қанша пайызға азаяды көмір тұтыну? 20%-ға деген мәлімет бар. Енді ТЭЦ-1 көмірді қолдана береді. Мүлдем қолданбайды деген ғой, жаңа өзінің кішкентай ғана 25%-дай. Сонда ол газды қолданған кезде жалпы жылудың сапасы арта ма, жоқ әлде төмендей ме? Бұрында салқындап кете ме әлде? Мысалы қалада 70-80% көмір жағылатын болып тұр бәрібір. Иә? Жоқ, баға ғана өседі деп отыр ғой, сонда мысалы бағаны өсірмеу несінде. Мысалы электр жүйесінің бағасын арттырмау үшін, арттырмау үшін бұл электр жүйесін жаңағы ол баға бір бөлек. Жақсы. Данияр мырзаны қайтадан тікелей эфирге қосайықшы. 1 секунд. Данияр мырза, бізді естіп тұрсыз ба? Әнеке, енді бұған дейінгі маманыңыз қажет жоқ деді, құжат одан сіз реттеп алдыңыз дегеннен кейін біраз дискуссия шықты мына жерде. Енді мына мәселеге оралғым келіп тұр. Сіздерде көмірді қолдану қанша пайызға азаяды жылу электр орталықтарындағы? Газ келгеннен кейін. Газ қосылғаннан кейін енді. 30%. 70% көмірді қолданасыздар. Иә. Бізде негізі көмірдің негізі тұтынушысы ол жаңағы ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 біздің жобалар бойынша тек қана пештік отопление қолданатын үйлерді газға қосу.
Жақсы, енді мәселе былай. Қарапайым халық үшін баға өсе ме, тұтыну құны өсе ме? Түбіртекпен келетін ертең. Көгілдір отын қоспасын. Қазір мен сізге жауап бере алмаймын. Ол бағаны қоятын біз емес. Жақсы, жауап бере алмасаңыз, мен сізге сау болыңыз деймін. Рахмет. Енді дәл осы жерде баға қалай реттеледі, баға өсіп кетеді және ақыры көмірді пайдаланатын болсақ, экологияға ешқандай пайдасы болмай қалуы мүмкін ғой деген маңызды сұрақтар көкейлеріңізде тұрғанын білем. Оған шағын жарнамадан кейін жауап бере көрмес қамыза. Жарнама. Жақсы, біз көгілдір отын туралы көп мәселенің барлығын талқылауға тырысып жатырмыз, иә. Мысалы, мына халық көріп отыр қазір. Армандаған, көкең айтпақшы, армандаған газ келіп жатыр. Енді ол газ біреу айтпақшы, тықылдаған тауық тумай қоймайды деген сияқты. Бүгінгі осы газ әйтеуір 24-те ма, 25-те ма ақыр бір қосылып бітеді ғой. Бірақ халық қазір қарап отыр. Ертең бұл газды анау көшенің бойынан тастағасын үйге кіргізгенде ол қанша болады дейді. Әр аймақтан қарасаң, зар жылап отырған кейбір халық 700 мыңға, 800 мыңға дейін апарат дейді. Міне сондықтан бұл бір. Екіншісі, соңғы дерек бойынша мысалы, бізде Қазақстандағы әр текше метр газ кейбір аймақтарда 8 теңге, кейбір аймақтарда 34 теңге, орта есеппен 19 теңге екен Қазақстан бойынша. Ал енді осының бәрін салыстырып отырсақ, анау тұрған 1000 километр бар, анау Бейнеу, Базой, Шымкент магистралмен әкелген газды Қызылорданың түбінен қосып, бері қарай жібергеннен кейін осының барлық шығынын қосып, жалпы бір мәселе бар. Кез келген мемлекеттің ең арманы, президенттің арманы, халқын бақытты болса, аспаннан бейбіт күн шуағы тұрса, тамағы тоқ болса, үйі жылу болса, одан асқан мемлекеттің, енді мен айтайын, 45-50 теңге текше метр газдың бағасын қоямыз дейді. Осы Астанаға жоба бойынша. Қанат Бозымбаев сөйтіп айтады. Қаланың оның вице-министрі Мұрат Жүргенбеков солай айтады. Ал енді екінші тағы бір айтатын, жаңағыдай көмірге байланысты. Қаланың басшыларының бірі, осы Астана қаласының, Нұр-Сұлтан қаласының басшыларының бірі, ұмытпасам, Қизатов болу керек. Сол бір кездесулердің бірінде ол кісі бүйтіп айтады. Мен енді ол кісіге жеке басында шаруам жоқ. Мен бұны Вадим Борейке деген Казинформ не деді жақсы? Бүйтіп айтыпты. Ертең Юго-Восток бар, осы шығыстағы, мына оңтүстік шығыстағы барлық үйлер газға қосыла ма, жоқ көмірмен қала ма өзерге депті. Ал президенттің сөз жаңалдегідей болып жатыр. Енді бірада дәл осы мәселеге қазір кішкене деген оралайықшы өтінше. Бағаға байланысты. Зияш мырза, сізден сұрай кетейінші, мінекей өңірлердегі газдың текше метрі Атырау облысы, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан неге баға әртүрлі, мінекей заңды сауал туып тұр ғой, енді халықта да болады. Неге әртүрлі? Осыған жауап бере кетейікші, түсіндіре кетейік елге. Тасымал жақын. Жауап өте қысқа. Атырауда газ өз өңірде шығып жатыр. Соответственно, тасымалдау құны, тасымалдау шығыны өте аз. Ал Атырауда өндірілген газ, жаңа сіз өте жақсы айтып кеттіңіз. Мыңдаған километр Бейнеу, Базой, Шымкент газ құбыры бар. Бейнеу, Базой, Шымкентте мынау елордамыз Астанаға дейінгі 1000 шақырымдық газ құбыры бар. Осы газ құбырын салу үшін қаншама қаражат жұмсалды. Соның бәрі ертең ол газдың бағасына әсер етеді. Біріншіден, екіншіден, сол газды өндіріп, тасымалдап, тазалап, үйімізге дейін жеткізіп барып жатқан өндіріс орнында істейтін азаматтар өзіміздің жалақысын алу керек. Олардың да жалақысы бар. Жақсы. Зияш мырза, қараңыз, кез келген баға деген дүние, баға саясаты деген дүние немен анықталады? Бұл салыстырмалы. Бұрын қанша, бүгін қанша, болашақта қанша болады деген. Біз қарапайым елден сұрады осы елорданың тұрғындарынан. Сіз коммуналдық төлемдерге қанша ақша төлейсіз дедік? Ендеше елде істейік. Қане? Халық сөзі. 7000 теңгеден есептегенде 320 мыңдай ма солай кетеді ғой. Бір комната, одна комната 20 мың, 15 мың ба, 20 мың ба где-то солай ғой. Айына 20 мың кетеді. Нормально вроде бы? По-разному, 25-30 примерно. Бір 10 тонна кетеді. Бағасын білмедім. Где-то 30 тоннадай жағып қоямыз, 29 тоннадай жағып қоямыз. Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары. Енді дәл осы жерде сіз Ермек Қизат туралы айттыңыз, Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары, ол кісінің мынадай сөзі бар. Тарифті талқылауға әлі ерте дейді. Дегенмен газдың бағасы бастапқы көмірден қымбаттау болады. Бірақ бірнеше есе көп болады деп айтуға келмейді. Қолжетімді болады дейді. Баға белгілі ме? Бағаны министерство
бағаны әкімнің орынбасары айтып тұрғаннан кейін қымбат болады деп әкімдік білетін шығар дегеніміз ғой. Иә, бағаны мемлекеттік органдар белгілейді. Біріншіден, екіншіден, қазір енді құрылыс енді бітіп жатыр ғой. Құрылыс бітпей жатып, ол тарифті белгілеу мүмкін емес. Баға плюс тариф плюс мына Астананың ішіндегі тарату тариф. Вот бағаның формуласы біріншіден. Екіншіден бағаны айттық. Баға мынау халықтың экономикалық және әлеуметтік жағдайы ескере отырып белгіленетін болады. Сол. Сонда ертең алатын әкелген алыстан газ тартылса, жалақының көлемі жаңағы әр текше метр 45-50 теңгеге келіп тұрса, бірақ халықтың әлеуметтік жағдайы жетпесе, сіздер 20 теңгеден қоясыздар ма бағаны? 20 теңгеден енді не қылмас, бірақ халықтың әлеуметтік жағдайы ескеріліп баға қойылады. Ескерілсе, егер қаражат жетпесе, бюджеттен бөліне ме ақша? Ол мәселе тағы қаралып жатыр. Ол енді өкімет тарапынан тағы да бір қолдау болу керек. Өкіметтің тапсырмасы бар. Сапарбай мырза, сізден сұрағым келеді. Алғашында газ неге құбыр тартылмай жатыр десе, тартылып бітіп қалады деді. Баға неге десе, әлі біткен жоқпыз дейді. Сіздіңше, есептеуіңіз бойынша, есеп қисабыңыз бойынша текше метр көгілдір отын қарапайым тұрғын үшін осы елордада қанша болу керек? Енді оны бірден айту қиын, бірақ мына оңтүстік Қазақстанға көңіл бөлдіңдер ме, ең қымбаты. Даже Алматыда одан ұзағырақ болса да, сәл бір 20-25-те, бағаларды көрсетіп қояды мүмкін болса. Сондықтан менің мәселем былай, жалпы шамам бойынша содан аспау керек. 30-40 теңгенің арасында болу керек. Енді бүгінгі күндегі бұл жаңағы мен неге техника-экономикалық негіздеме керек дегенде, соны есептеп шығарып, бір орталық бір бағаны шығару керек. Мүмкін 30 теңге болатын шығар. Енді ол жаңағы газдың өзіне, бірақ ол жаңағы электроэнергияға да, жылуға да әсер етеді ғой, сонда бағасы. Олардың да бағасына халыққа айту керек. Бір 30%, 40% көтеріледі. Себебі біз мына экология үшін қолданып жатырмыз деп. Бұның барлығы жаңағы техниканың негіздемеде айтылған болып, халықпен келісілген болу керек. Қарапайым халық, жер үйдегі халық кіргізбеу мүмкін, қымбат деп дейді. Демек біз анау сонша ұмтылып отырған экология мәселесін шеше алмай қалуымыз мүмкін. Міндеттеу керек па, елді жоқ па? Жоқ. Жалпы енді көп адамдар ойлайды енді осы газ келеді, керемет бір түтін болмайды, тамаша болады. Бір керемет жағдайға келеміз деп. Қазір енді байқап жатырмыз, көп болса көмірдің көлемін 20-25%-ға ғана кемітеміз деп. Сонда біздің анау қара түнектен өзі жақын уақытта құтылатын жағдайымыз жоқ. Ол бір. Екінші мынау тариф мәселесі бойынша мен ойлаймын енді Астана деген Нұрсұлтан мемлекетіміздің астанасы. Бұған енді келіп газды алып кеп жаңағы бағасы 50 теңге, 60 теңге деп қоюдың өзі меніңше артық дүние. Жалпы енді бізде қалтаңа қарап көсіл дейді ғой, көрпеңе қарап көсіл дейді қазақта. Сол айтпақшы, ұлттық қорда ақшамыз бар ғой. Біз неғып сол ақшаны алып, осы жаңағы қанша километр жүзіп жатырмыз, 1000 километр деп ауыз толтырып айтамыз да, оны тікелей ұлттық қордың құнымен істеу керек та, ал жаңағы кейін оны эксплуатация жасаған кезде жұмысшылары бар, станциясы бар, сол кезде біз жаңағы мынау Астанадағы тұрғындардың қалтасынан сол кезде алуымыз керек. Сонда ғана оның жаңағы тиімділігі ғана шығады. Ал енді Сапарбай мырза, президентіміз айтты ғой, ұлттық қордың қаражатын бүгінгінің мәселесін шешуге қолданудың қажеті жоқ деді. Ол біздің басыңыз шайқадыңыз жаңа. Болашақтың ақшасы кейін тек қана инвестициялық жобаларға, мәселен мектеп құру, аурухана құру, соларға ғана істетеміз. Ал мына бүгіндегі бизнеске, бұл бизнес көмір. Бұл шағын және орта бизнес. Кімнің бизнесі? Шағын және орта бизнестің, ертең газды тасымалдайтын ол бизнес қой. Көмір табатын компаниялардың бизнесі ғой солар. Осы газды келтірмей отқан солар. Газды келтірмей отқан солар. Енді көмірді біз айтуымыз мүмкін. Егерде тиімді болатын болса, мүмкін осы жерде көмірді жағып, содан газ шығарып, электроэнергия шығарып, ұзақтан міне қазір Екібастұздан біз электроэнергиясын алып жатырмыз. Сол Екібастұзда 4 теңге. Енді білмеймін, осыдан бір 5-6 жыл алдын 4 теңге еді. Электр қуаты. Алматыда сол кезде мен 25 теңге төлеуші едім. Жақсы. Сондықтан тарифті алатын болсақ, оңтүстік Қазақстанның тарифі дұрыс емес. Қасында Жамбылда газ бар. Неғып ол оңтүстік Қазақстанның тарифі сонша ұзақ болады? Неғып Алматы бизнесте түсіндіре кетейік осы мәселені. Қазір көріп отқан көрермен расында айтады. Соның бәрін баланс жасап отыру керек. Халықтың жағдайына қарап. Мына ақшаның өзінің сыртында Қазтрансгаз жыл сайын 60-70 миллиард теңге ақшаны
субсидиялап беріп отқандағы баға мынау. Міне, жолдастар. Ернат мырза, сізден сұрайыншы. Нұрсұлтан қаласына көгілдір отын келді. Барлық халыққа жетті дейік. 24-25 әйтеуір келетін дүние ғой, енді басталды. Әкелесіздер, оған сіздер жауаптысыздар халықтың алдында. Келді делік. Мынау есептеуіш құралдардың өзі елордада ерекше болмақшы екен білуімізше, бақылаушылар бұрынғыдай өзге қалалардағыдай әр үйді араламайды, электронды түрде алып отырады, дұрыс па? Бұл бақылау құралдарын орнату халықтың қалтасынан шығатын ақшаға ма, қалай болады? Бұл біздің жобада қарастырылған. Бәрекелді. Бұл жобада мысалы бүгінгі таңда бізде Көктал нелердің бастығында 14,5 халық жер үй. Жеке санағанда 14,5. Сол 14,5 жаңағы жеке өлшем құралдары электрондық несімен, жаңағы дистанционный съеммен дейді ғой, солар қарастырылған. Жобада қарастырылған. Біз оның бәрін сатып аламыз. Бірақ ол халыққа беріледі тегін. Енді неменеге ответ хранения дейді ғой, солай тегін әр үйге газға қосылам деген әр үйге әрекет жасап келіп неменеге жаңа жерде техникалық шарт алған әр адамға біз оны договормен ответ хранениеге береміз. Ол тек қана оның жаңағы сынып қалмау үшін, ұрланып кетпеу үшін соған ғана пайдаланады. Тағы да бір айтып кетерім, біріншіде бұл жобада бізде негізі әр үйге алып келіп, әр үйдің қорашасына дейін жаңа шарбағына дейін алып келіп, шарбақтың түбіне антивандальный ящик орналастырып, ішіне жаңа құралды қоюымыз керек болған. Бірақ енді бұл жобаның біз өткенде нелерді жиналысты үлкен жинаған кезде кейбіреу мынау құралдар өздері жаңағы -25 градустан кейін бұл құралдарға жаңағы өзінің жаңағы орын жасайтын жаңағы завод не бермейді, гарантия бермейді екен. Мүмкін погрешность беруі мүмкін деді. Сондықтан біздің қалада қатып қалады ғой. Иә, біз сондықтан шешім қабылдадық. Що әр үй деген өзі үйінің ішінде жаңағы жерде подсобкасы бар ма, жоқ әлде бұл несі ма, прихожий ма, жаңағы құрал тұрған жерде, жаңағы газ құрал тұрған жерде сол жерге орнатады. Мемлекет тегін береді, оны жөндеп ұстау жұрттың мойнындағы жауапкершілік дейсіз. Және екінші айтып кетейін деген, мына шарбақтан мысалы әр қалай болады, 3 метр ма, 4 метр ма, жаңағы жұрт өзі кіргізіп алады газды. Біз әр үйдің шарбағына дейін алып келеміз да, сол жерде видимый разрыв нені қойып қоямыз да, труба газ келді. Ана мәселені сұрай кетейінші. Алматы қаласында мәселен Алматы облысында іргеде мынау Қаскелең бар, өзге де аудандар бар ғой. Ол жерге газ тарту жұмысын жеке компаниялар өзіне алған. Жеке компаниялар тартады. Ертең басқа қалада да солай жүре ме бұл жұмыс? Біз соны енді жаңа сөзіңіз бұл енді көп не ғой. Біз бұл баста өте жаңағындай мына министерствода жаздық, неге де жаздық. Біз ең басы Нұр-Сұлтан қаласында. Біз осы газ келер алдында біз министерствоға да шықтық, неге де премьер-министрдің атына да жаздық. Біз өзіміз мынау су арнасы деген бар бізде, теплотранзит деген бар өзімізде, Астана энергия деген бар. Сондай мекеме ашайық дедік. Мекеме ашып, өзіміз жеке қарайық, жеке нетейік деп, сол мекеме арқылы кейін мынау жаңа жер техникалық шарт беріп отырайық дедік. Иә, жеткізіп беріп, техникалық шарттарды өзіміз қарайық дедік. Алматыны жаңа сіз дұрыс айтасыз, аға айтып кетті ғой, 700-800. Ол деген енді 700-800 деген одан да көп бағалар бар. Жаңағы не айтқан. Не шешілді сонымен? Техникалық шарттарды қадағалап отыру керек. Әр жеке компанияларға бере бермеу керек. Әр жеке компания техникалық шартты жүргізетін әр жеке компания өзінің сметасын жасайды. Бұлар деген жаңағы антимонопольный заңға түспейді. Бұлар өзінің жаңағы несін жасайды да, мысалы, көшеге барады да, Қазтрансгаз аймақтан техникалық шарт алады. Мен мысалы ақшам бар. Мен мына көшенің басында 50 шақты адам тұрады, мен осы адамдарға жүргізгім келеді дейді. 4-5 адамның қолын жинайды да, барады да техникалық шарт алады. Техникалық шарт алады да 4-5 адамнан айтады, мен сендерге 300 теңгеден жинап берейін дейді. Газ жеткізіп берейін дейді. Аналар келіседі 300 теңгеден береді. Бұл жаңа жерде газопровод салады да, жаңа жүргізеді да, ары қарай жүргізе бастайды. Сосын келесі көршілер келеді да, бізге де газ берші, келе жатыр ғой, үйдің қасында ғой, сіздерге 400 теңгеден болады дейді. Неғып 400 теңгеден, мен Қазтрансгаздан бар, оны өзім жүргізейін деп Қазтрансгазға барса, Қазтрансгаз айтады, мен жеке кәсіпкерге техникалық шарт беріп қойдым, кешір, коридор жоқ. Түсіндік. Сіздер олай етпеңіздер бірақ. Біз олай сондай жол бермейміз. Енді біздің Нұр-Сұлтан қаласында қазір 20 мыңнан астам жеке сектордағы үй бар екен. Дұрыс қой. Бұдан шығып жатқан түтін өте көп. Енді білуімше сіз кіргізуді міндеттеу керек дейсіз бе барлық үйге? Мысалы, мен бағаналдегі сөзім аяқталмай қалды. Осы сауалдан бар-екі жазған екен. Қаланың, мысалы, әкімнің орынбасары газды қосуда, көмірде қалуда өз еркі, бірақ 2 жылда қаланың экологиялық жағдайы өте жақсарады депті. Ал егер ол әркімнің өз еркі болса, 700-800 мың теңге болса, ол мен көмірде қала берем десең, ел президентінің басында сөзі бар, дипломатиялық корпус бар, бүкіл шетелге қарабет болдық, мынаның бәрі ұят болды деген. Міне осы мәселеге байланысты бар ғой, мына Қытайда Пекиннің өзі, Пекиннің айналасында газдандыру мәселесінде мынандай условие қойыпты. Қаланың орынбасары ғой, осыны айтып тұрсыз ғой. Мысалы, мынандай условие қойыпты. Бәрі газға көшеді. А бірақ біз сондай күн көрісі нашар,
әлеуметтік жағынан қорғалуды қажет ететін адамдардың семьясына әрқайсысына айына 100-150 текше метр газды тегін беріп, қалғаны тарифпен төлеп отырады деген мәселені жасаған. Жақсы. Өте керемет нәрсе. Бұл мәселенен жаңа әлеуметтік тұрғыда әлі зерттеледі деп Зияш мырза жауап бере кетті ғой. Мүмкін бе осылай тегін газ беру? Әрине мүмкін. Егерде мына мұқтаж үйлерге өйткені қараңыз, жаңа тағы бір басты мәселе бар. Жеткізудің құны, берілетін жалақы барлығына жетеді. Демек, өзгелерге тегін берілсе, төлеп отырған азаматтардың қалтасына ауырлық қылмай ма бұл? Қазір мына Астанада зейнеткерлер автобуста тегін жүр ғой. Автобустарда ол коммерциялық ұйым. Сондықтан егерде қала өз шешім шешіп, мана субсидиясын, жәрдемақысын беретін болса, жаңағы мұқтаж адамдарға, шамасы жетпейтіндерге, енді мен мынау 600-700-ді бірінші рет естіп тұрмын. Алматыда 200 мың, 250 мыңға кіргізген кезінде. Сондықтан мен ойлаймын, егерде сол ақшадан, мәселе мен зейнеткермін деп о кезде оралман едім де, маған 30%-ға төмендетті. Жаңағы тәуекел деген газ шұғылданатын. Егерде бізде де сондай істейтін болсақ, егерде жаңа мұқтаж адамдарға төмендетсе болады. Бірақ әкімдіктің қолына бермеу керек. Әкімдіктің қолына беріп қойсаңыз, бұл коррупция, бұл ертең откат, бұл ертең ең жаман нәрсе осындай болады. Бұны еркін базарға беру керек. Сіздерден қорқып қалыпты әбден. Не дейсіз? Сіздерде жем қорқып тендер бір жылға созылып кетеді. Себебі Алматыда істегем, 4 жылда тәуекел газ дейсіңіз. Тәуекел газды біз сөйлестік акимат. Мен сізге айтайын, бастықтарын да танимыз тәуекел газын. Біз келген кезде Алматыға Наурызбай ауданы қосылды ғой. Наурызбай ауданы қосылғанда тәуекел газ деген жеке компания келді. 600 мыңға қосатын тәуекел газ. Біз тәуекел газдың басшыларын шақырдық, сөйлестік, 260 мыңға түсірдік. Біз сөйлестік. Әкімшілік тарапынан сөйлестік. Олар Қаскелең ауданында болған, Қарасай ауданында болғанда Қаскелеңде 600 теңгеден қосатын. Мен енді барлық фактілерді көрсетейін. Біз кейін бұлар деген Қарасай ауданынан бұл 7-ші бізге Наурызбай ауданы болып қосылған кезде Наурызбай ауданымен бірге жеке кәсіпкер келді бізге, тәуекел газ деген. Сіз айтып отқан тәуекел газдың бағасын 220-ға, ветерандарға 100%, жаңағы нелерге пенсионерлерге 30%-ға, оның бәрін біз келтірдік. Біз келістік, біз әкімшілік тараптан келістік. Жақсы. Енді анау жаманыл жақсы әкенің атын 40 жыл азық қылады деп енді бұрынғы өткен нәрсені айтпайық. Бүгін бермеу керек деп тұр. Не дейсіз? Бүгін әкімдіктердің бақылауына бермеу керек. Қала әкімдігінде болған дұрыс. Өйткені себебі ол сіздіңше беру керек бақылауға. Бақылауда болған дұрыс қой. Өзі айтып отыр ғой, бір жыл болды конкурс өткізіп жатырмыз дегенге. Монополист шартты айтып отырмыз біз. Бейберекет жаңағыдай жеке кәсіпкерлер кетіп қалмасын. Жеке кәсіпкер деген ол деген мысалы ДКРМ-нің несіне келмейді. Жеке кәсіпкер деген өзі бағасын. Ол деген антимонопольный комитетте қорғамайды. Ол айтады, мен 2 миллион ақша құрттым дейді. 2 миллион ақшамды шығару үшін сіздерден 600 теңгеден дейді. Ештеңе істей алмайсыңыз оған. Оған қоғамдық Зияш мырза айта кетіңіз жауабыңызды. Бір секунд. Әкімдікке мемлекеттің қолына алса, осы Астанаға келіп тұрған газды ертең көрмей қалуымыз да мүмкін. Сондай нәрсе. Қоғамдық бақылауды күшейту керек. Мемлекеттік басқару деген сөз, ол жаңағы азаматтарды кіргізу керек комиссияға. Мемлекет ең жаман не дейді, бизнесмен дейді. Енді мен кешіресіздер, Өзбекстанның азаматымын. Бүгінгі күнде Өзбекстан халқына Өзбекстаннан шығып жатқан мемлекеттік болғаннан кейін Өзбекстанның газы қазір жоқ. Халқына. Жарайды, жақсы. Сондай нәрсе болмау үшін. Зияш мырза, мынандай күмәнға не дейсіз? Мемлекеттік бақылау бәрібір қажет емес пе? Бақылау қажет, бірақ ертең бақ өсіп кетсе, тағы мемлекет қайда қарады деген және сынның астына қаламыз. Бұл мәселенің екі ұшы бар. Ұшы бар. Біріншіден біз айтамыз, біз нарықтық экономиканы дамыту керекпіз. Сондықтан мына бизнеске ерік берілген. Яғни ол ешқандай не демес, жеке кәсіпкерлер олар арнайы құрылыстық лицензия алса, осы жұмыстармен шұғылдануға хақы бар. Біріншіден. Екіншіден, олар жаңағы қарап отырсаңыздар, ол газдандыруға бюджеттен бір тиын ақша жұмсалмайды. Ол жаңа әркім айтып кеткендей. Үшіншіден, егерден жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мемлекет нашар бизнесмен деп, мемлекеттік нашар менеджерді, мемлекеттің жаңа қарауына кіргізбеу керек. Сол шындық ортада. Ортада біріншіден мемлекет, яғни үкімет сол жерде біріншіден реттеу талаптарын қою керек, міндетті түрде. Ол талап бәріне бірдей. Үкіметтің кәсіпорны ма, жеке кәсіпорын ба, ол ешқашан жаңағы нелерді бұзбау керек. Біріншіден, екіншіден халықты алдамау керек. Үшіншіден, арнайы өзінің қоғамдық бақылау бола ма, ол басқа да нелер бола ма, оны уақыт көрсетеді. Жақсы. Енді көгілдір отын деп жатқанда қалай десек те айтып отырмыз ғой енді. Бұның бір ұшы қаражат, халықты сапалы жылынатын дүниемен
қамтамасыз ету, одан кейін экологияны түзеу деген мәселе бар. Өкінішке орай, біздің еліміздегі 4-бірдей қала әлемдегі ауасы ең лас қалалардың тізіміне еніп кеткен. Ол қай қалалар және ол жақтағы халықтың денсаулығына қандай қатер төніп тұр, және мұны қалай түзетуіміз керек? Дұрыс қой, сізге қойылатын сауал, осының барлығы мұның жауабын шағын жарнамадан кейін алайық. Қазір жарнама. Құрметті көрермен, енді біз орталыққа, елордаға, Қарағандыға, жалпы тартылып жатқан көгілдір отын туралы айтып отырмыз, және еліміздің барлық өңілі осы газға өтсе деген және бір тілек бар. Мұның бұл тілектің бір ұшы экологияны жақсарту керек екенін және тілге тиек еттік. Қарасаңыздар, мінекей әлемдегі ең лас қалалардың мінекей тізімі, Сеул бар, Гонжо бар, Нью-Йорк бар. Осының ішінде біздің 4-бірдей қалада бар. Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент, Ақтөбе қалаларда мінекей осы тізімнің ішінде жүр екен. Енді, Мұсағали мырза, газға келу мәселесі осы тізімнен бізді алып шыға ма? Жоқ. Енді бірден алып шықпайды, бірақ енді жаңағы 20%-дің өзі де бір үлкен жетістік қой, себебі жаңағы мына Қытайдың мысалын көріп отырмыз ғой. 1-2 жылдың ішінде 200 километр төңірегінде көмір пайдалануды тыйым салған. Сол айтпақшы, біздегі Астанадағы көп мынау қара түнек бұл көмірдің әсерінен. Мынау ТЭС-іміз бар, оған мынау жеке сектор бар, оған автомобильдің сыртқа шыққан қоқысы бар, соның бәрімен кәдімгі қара түнекке қазір кенеліп отырмыз. Жалпы енді біз айтамыз осы, мынау экологтар айтады, мынау мемлекеттік қызметте, ой, не дейсің, жаңағы 60% транспорт дейміз. Ол 60% транспорт ол жазда да бар, бірақ жазда ондай қара түнек болмайды. Оған қосымша ТЭС қосылғаннан кейін, оған қосымша мына жеке сектор қосылғаннан кейін қара түнек болып жатыр. Жалпы біз түсінуіміз керек, бұл енді 20%-30%-ға көмірді азайтсақ, соның өзі бізге үлкен жетістік. Міндетті түрде оның көлемі, ауаға ластауыш заттардың көлемі азаяды. Егер жеке секторларға жаңағы газды алып барып беріп, оның өзінде жаңағы айтқандай тарифы кәдімгі ақылға келетін, қалтасы көтеретіндей болу керек. Оған егер елдің қалтасы көтермесе, мына салғанда Коктал деймін, мына яқтағы Қосшы ауылдары, мына Илинкалар егер қалталары көтермесе, оның бағасын, субсидиясын көтеру керек, төмендету керек. Сондықтан жалпы энергетика министрлігінің қолында, ал енді мынау қалалық әкімшілік оған барлық мүмкіндікті салып, жаңағы тарифтерін азайтып, жаңағы счетчиктарын арзан қойып беріп, сондай бір өз тарапынан бір үлкен жұмыс жасалынса ғана, мен ойлаймын бір 4-5 жылдың төңірегінде осы қара түнектен құтылудың бір сондай бір жоспары келіп қалуы мүмкін. Енді сіздерден жаңағы жекеменшік секторға негізі мәжбүрлі түрде газды енгізу керек. Өйткені барлығында бірдей. Мәжбүрлі түрде? Жоқ, ол барлығын қамту керек. Мен оған енбеймін газды. Оларға арзан газды апарып беріп тұрса, олар қосады ғой. Жоқ, әрине, оның бағасын реттейтін, үйлестіретін мемлекет қой ол. Мемлекет өз солай жасау керек. Шымкенттің бағасы, Алматының бағасын төңірегіндегі бағаны ұсыну керек. Сапарбай мырза, мәжбүрлеу керек дегенге қалай қарайсыз? Енді экономикалық тұрғыда мәжбүрлесе болады. Мәселен, жаңағы есептегішті тегінге беріп жатыр ғой. Оны кім алмайды? Алады. Егер де айтса, сен егер де жаңағы табысың төмен болып, мүмкіндігің аз болатын болса, саған жаңа жәрдем береміз, я болмасам жаңағы жеке компанияларға субсидия береміз деп оларды қызықтырса болады. Неге болмайды? Енді әлеуметтік жағдайына қарап өзі сөйтіп үйлестіреді. Бірақ мәжбүрлеп сен обязательно кіргізесің 500 мыңнан ол болмайды. Мәселеге Польшада болмаса да Қытайда, Пекинде, мысалы Бейжіңде көмір жағуға мүлдем тыйым салынған деген және ақпарат. Не істейсің мысалы, көмір шектеп тастаса, газ жағасың ғой. Сол сияқты. Бірақ енді ол анау ел көтеріліп кетпей олар тыйым салғанмен, құрметті жүргізуші мырза. Оның ар жағында әлеуметтік жағынан қорғап тұр ғой оны. Мысалы, айына 100 текше метр газды тегін береді, артығын сен тариф бойынша төлейсің. Сонда үйлестіру. Осындай мәселені осы күннен қойылу керек. Бұл бір. Екінші айтайын дегенім. Жалпы қазақта сөз бар. Қойшы көп болса, қой арам өледі. Осы газдың айналасында Минэнерго, әкімшілік, тағы басқалардың барлығы осы газбен айналысады. Менің ойымша біреуін осы мәселеден бар ғой. Мысалы, сіз айтпақшы, әкімшілік осы мәселенің барлығын негізгі ұйытқысы болып отыратын адамдар, сіз айтпақшы. Сонда кім бұл орталық ашуға барлығына ұсыныс білдіріп тұр ғой? Конечно, бұл орталық, сонда энергетика, одан кейін бұның жаңалдегі Қизатов. Қапталыңыздағы сарапшылар бірақ енді сенімсіздік танытып тұр. Қизатов, одан кейін жаңалегі неге сенімсіздік? Ол өйткені ол өзінің ойын айтты. Мен өз ойымды айтып отырмын. Сондықтан әр қаланың
жақсы. Қоғамдық бақылауға бізді шақырсын, біз барамыз, соған көмектесеміз. Қоғамдық бақылау құрсаңыздар, баратын азаматтарды кейде айтырмыз. Зияш мырза, мынаны айта кетейікші. Әлеуметтік тұрғыда зерттейміз дедіңіздер ғой, алдын бағаны белгілемес тұрды. Мінекей енді тегін беру керектегі мәселе және. Жоқ, мен бәрін емес. Мүмкін ба? Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға. Дұрыс. Мен ойлаймын, газ біріншіден еліміздің бірден бір жаңа энергия көзі, ол даму керек. Онда газда жұмыс істеп жатқан адам өзінің жаңағы рыноктық экономикалық тұрғыдағы жалақысын алу керек. Үшіншіден, газды да бір жағынан газда баға қолжетімді болу керек. Екіншіден, бұл газды тоқтамастан субсидия жасай бергенде дұрыс емес. Өйткені ол газ бірден энергия өтетін болса, жаңағы тегін нәрсенің қадірі жоқ демекші. Өте дұрыс. Сондықтан газды жағу көбейе береді. Газға үнемді түрде қарау керек. Мысалы, айына 500 текше метр жағып, оның 100-ын ғана қолдаса, 400-ны төлеп жатыр деген мәселе. Экономикалық жолдары көп. Мәселен, біз анау 100 киловатт электр энергия деген 9 теңге төлейміз де, егер 100-ден асырса 11-12 теңге төлейміз ғой. Сөйтіп қызықтыратын жолдары бар. Кейін және мынау көмір жаққандарға сәл қымбаттататын, олардың бір жауапкершілігін көтеретінде нәрселер болса. Қараңыздар енді. Ришат Асқарбекұлы есінде әріптесіміз, мінекей 3 жыл бұрын мен 3 жасқа есейдім дейді, ал Алматының қара түтіні сол күні сейілген жоқ дейді. 19 сағат бұрын салынған сурет. Қараңыздар. Анау қала. Алматы қаласы. Көбісінің сүйіп баратын қаласы. Анеки тұншығып жатыр халық, ел. Біріншіден, екіншіден бұл қаланың алматылық экологиялық жағдайына қарасаң, есептейші, мына эколог әріптестер айтсыншы. Түтін қайдан келіп жатыр? Жел жоқ қой. Қайда келіп жатыр? Шұңқыр ғой қала, шұңқыр. Енді желді ғана айыптаймыз ба? Табиғат айтты ма? Желді емес қой. Олай емес. Ода түтіннің бірден бір ластанудың бірден бір көзі автомобильдер. Жеке автомобиль көліктер біріншіден. Екіншіден, ол көліктердің өзінің сапасы өте нашар. Сол мәселені айтайықшы. Демек, жаз күнінде сол көлік бар ғой, ондай қара түтін болмайды. Жел бар ғой жазда. Жазда Алматыда жел болады. Мына мәселені айтайықшы. Қайта күзде, көктемде жел көп болады. Бізде жеке сектордан көмір көп жағады. Соның кесірінен мінекей 4-1-дей қаламызда жаңағыдай қауіпті тізімге кірген көк түтіннің, қара түтіннің болатынына көзіміз жетіп тұр. Министрлік өкілі айтып тұр, енді шымшық сойсын да қасап сойсын дейді, осы салада жүрген азамат жауапты министрліктен келіп тұр. Бұл кісілер айтады, және көліктерден де осындай түтін шығады дейді. Демек, қарапайым халықтың денсаулығына зиян әкелетін түтіннің қайдан екенін біліп тұрмыз, екі тетікті анықтап тұрмыз. Осы екеуіне тыйым салып, болмаса қандай да бір осыны тәртіпке келтірудің жолдары бар ма? Өйткені көгілдір отын бұл мәселені түбегейлі шеше алмайтынына қазір мінекей алаңдағы талқылау бізге барлық сұраққа жауап беріп тұр. Оны шеше аламыз ба? Біріншіден экологтар айтсыншы. Мен жауап берейін. Мынау бұл кісілерде шешім қабылдау бәрібір мүмкіндік жоқ қой. Жалпы билікке, мейлі әкімшілік болсын, мейлі министрлік болсын, автомобиль көлігі кінәлі деген тиімді вариантта. Ол жаңағы бір жағынан ТЭЦ-ті аман қалады. Бір жағынан жаңағы частный сектор бар, жеке сектор, соларды кінәлейді. Мәселе автомобильде дейді. Ол ондай факт емес, ол жаңағы 60-70% емес, ол көп болса бір 30-40% болуы мүмкін. Оның барлығы мынау қазіргі біздің көмірдің кесірінен, жаңағы Шұбаркөлдің көмірін соңғы 32 миллионды шетелге сатып жібердік та, орнына жаңа өзіміздің екібастұз бар, Майқұдықтың жаман көмірлер, жаңа бықсыған көмірлерін жағып жатырмыз. Сол сияқты біз өзі мойындауымыз керек. Біз мынау қауіпсіздік концепциясы 2003 жыл қабылдағанымызда, бізде 2011 мен 2015-те бізде жұмақ болу керек еді. Экологиялық жұмақ болу керек еді. Ол жұмақ өтіп кетті. Қазір міне 19 жылға келдік. Сол айтпа, қазір қайтара көбейіп жатыр оның бәрі. Жаңа екі тесттің жүгендеу мүмкін ба? Экологиялық жұмақ орнату үшін. Мүмкін. Оны жер жүзі істеп жатыр ғой. Жақсы, Сапар мырза, қараңыздар. Енді арада 1 сағатқа жуық уақыт өтті. Тікелей эфирдің уақыты шектеулі. Өлмесхан мырза, енді 90 сөздің тобықтай түйінін айтатын уақыт кеп қалды. Таймер. Әрқайсыңызға 30 секунд уақыт берем. Қарапайым сұрақ, не істеу керек? Газ толықтай дереу жету үшін, әркім бір-бірімен соттасып көпшілікке келетін көгілдір отынның жолына тосқауыл болмау үшін, экологияның мәселесін шешу үшін және баға халыққа қол жетімді болу үшін не істеу керек? 30 секунд сіздерде, алғашқы кезек Қуандық мырза сізде. Бұл жерде негізі жергілікті басқару орындары, әсіресе әкімдік бұл мәселені үйлестіріп тез арада шеше алады деп мен өзім үміттенемін. Өйткені себебі мысалы Астана қаласында бүгінгі таңда мына бағана мысалға келтірдік қой.
мына қоғамдық көлікте адамдардың жүріп тұруын бәрін реттеді, жеңілдік беретіндерге берді, басқаша енді қалай төлемақының бәрін келтірді. Сол сияқты бұл газдандыру мәселесінде де жаңағындай әлеуметтік ортаның өзі жеңілдік беретініне беріп, басқасын реттеуге болады деп ойлаймын. Біз жаңа жерде айтып кеттік қой, бұл қысқаша мысалы біз өзімізде де өз тарапымыздан өткізіп отыр халықта. Мысалы халық былай шын айтқанда бұл газды күтіп отыр. Мысалы Астана осында Нұр-Сұлтан қаласы Астана болып ауысқан кезде 300 мыңға жетпейтін халық болатын. Қазір 1 миллионнан астық. Бұл халықтың бәрі негізі газдандырған өңірлерден көшіп келіп отыр. Бұлардың бәрі бізден өткенде біз жиналыстырып жүрген кезде армандап отыр. Газ қашан келеді, газ қашан. Халық бір шетінен газды күтіп отыр. Екінші баға ол баға, конечно, бағаны реттейміз біз, халық газды күтіп отыр. Газ халыққа керек. Сапарбай мырза. Бұны мынау экономикалық нарықтық жолмен де реттесе болады. Мәселен, жаңағы айттық қой, көмірді жаққан тиімсіз жағдайға жеткізу керекті, газды қолданған тиімді болатын болсын. Шағын орта бизнеске де дәл сондай істесе болады. Себебі газ, жаңа оңтүстіктен келген адамдардың бәрі бұл шағын бизнес сол кезде газбен жұмыс істеген. Астанаға келіп, жаңа нанды пісіру үшін көмір жағып, отын жағып қиналып жүр. Сондықтан осы бизнеске де экономикалық жолдарын тапсақ, бұның жолын тапса болады. Жақсы, Мұсағали мырза. Ал енді жаңа кінәлап жатқан автомобиль транспортының ауаға шығатын қалдығын азайту үшін сутегі генераторына көшу керек. Мен өзім сондай автомобильмен жүрмін. Ауаға шығарған қалдығы 10 есе аз. Сондықтан барлықтарыңыз сутегіге көшуді шақырамын. Жақсы, Зияш мырза. Енді біріншіден Астанаға газ келіп тұр. Яғни экологиялық, әлеуметтік, экономикалық даму саласында мемлекет өзі бір қатар шаралар қолданып жатыр. Әрине, бұл Астана қаласындағы экологиялық, әлеуметтік және басқа да мәселелердің бәрі мемлекеттің өте жоғары назарында. Бұдан әрі қарай тиісті шараларды қолданып, осы даму бағытында әрі қарай жұмыс жасаймыз. Рахмет. Абырой ақшадан қымбат. Ал абырой халықтың мемлекетке, Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілігі деген ықылас пейілінен құралады. Бүгінгі осы әр билікте жүрген кісілер өзінің шоқпарын көтеріп жүр. Ал егер осы мәселені негізіне дейін жеткізбесе, қазақ айтады, көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді. Бүгін беліне байлап жүрген билік басындағылардың барлығы елге, халыққа, осы қаланың тұрғындарына қызмет ету керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Халық айтса, халық айтпайды дейді. Ел күтіп отыр, сол көп күткен көгілдір отын тезірек жетсін және қол жетімді болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермен, бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Бүгін айтқанымыз алтынның ұнтағында ойнаса, ертең сағат 8:30-да тікелей эфирде қайта жолыққанша сау болыңыздар.